Құрметті отандастар, жолдағы тәртіп бұл тек ереже емес, бұл адамның өмірі. Әр қайсымыз, жүргізуші, жаяу жүргінші, ата-ана бұған жауаптымыз. Себебі жолда әр адамның артында тұтас отбасы, жақындары, тағдыры тұр. Соңғы жылдары елімізде жол апаты салдарынан адам шығынының саны 2 есеге азайды. Бұл қоғамның ортақ нәтижесі. Бірақ біздің түпкі мақсат адам өлімін мүлде болдырмау. Бірде-бір жан жолда қаза таппауы тиіс. Сондықтан біз сіздерді қарапайым, бірақ маңызды қағидаларды ұстануға шақырамыз. Ол жылдамдықты асырмаңыз. Мас күйде көлік жүргізбеңіз. Жастарға үлгі болыңыз. Өзге жүргізушілерге және жаяу жүргіншілерге құрметпен қараңыз. Тәртіп бұл шектеу емес, бұл қорған. Ол сізді және сіздің жақындарыңызды сақтайды. Заң мен тәртіп қағидаты жай ұран емес. Бұл әр азаматтың қауіпсіздігіне негіз болатын өмір салты. Заңға құрмет, ол қоғамға құрмет. Қауіпсіз жол, ортақ жауапкершілік. Әркім өз үлесін қосса, біз әрбір жолды шынымен қауіпсіз ете аламыз.